Қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ауызда еритін, жасалуы оп-оңай орешки дайындайтын боламыз. Мен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, жаңа рецепттер жүктегенде сізге хабарлама келіп тұрады. Біз ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны және үстіне қант салып, миксермен араластырып аламыз. Шанышқымен де араластырсаңыздар болады. Осындай көбік болған кезде үстіне ертілген және суыған сары майымызды құйып, шым-шым тұзымызды салып араластырамыз. Бөлек ыдысқа електен өткізілген ұнымызды және нан қопсытқышымызды салып араластырып қоямыз. Осыны жаңа сұйықтыққа салып араластырамыз. Қолымызбен қатты езбейміз, себебі бұл песочный қамыр болғандықтан қатты езудің қажеті жоқ. Миксермен жай ғана осындай 1-2 рет айналдырып жіберіңіздер. Және мен сияқты видеода көрсетілгендей жай осындай кондитер қасықпен араластырып жіберіңіздер. Қамыр өте нәзік, жұмсақ, қолға ешқандай жабыспайды бірақ. Осыны қазір пакетімізге орап, тоңазытқышқа 15 минутқа жібереміз. Тоңазытқыштан алғаннан кейін осыны 7 граммнан бөлеміз. Мен осы 7 граммнан бөлдім. Негізі 6-7 грамм өте жақсы екен. Формасын осылай собақтау қылсаңыздар, негізі күшті болып піседі. Менде 6-7 граммнан бөлшектеп осылай бөліп дайындап қойдым. Қалған қамырды қайтадан салқын жерге қойып қоямыз. Осы форма жасап алғанның бәрін бітіргеннен кейін артынша оны да осылай сопақтау етіп пісірем. Менің орешницам осындай, Редмондтікі, қарапайым. Мінекей моделі осындай. Маған осы орешницаға 6-7 граммнан бөлген өте жақсы болды. Қамырым мінекей бірдей болды. 7 граммнан кішкене асырсаңыздар, мынандай юбочкасымен болады екен. Юбкасы шетінде мынандай қалпақ сияқты болып тұрады екен. Егер де сіздерге солай ұнайтын болса, кішкене 7 граммнан кішкене асырсаңыздар жақсы екен. Мен негізі 6-7 грамм болды. Мінекей 6 граммдықтар осындай. Шетінде ешқандай артық қамырсыз, ал мынау 7 граммнан кішкене асқандар. Осындай қалпақша болып піседі екен. Енді осының ішіне мен қоюлатылған сүт салдым, яғни сгущенка. Ортасына жаңғақ салсаңыз болады, бірақ бізде отбасымызда кішкене аллергиямыз болғандықтан жаңғақсыз жасадым. Өте дәмді, қытырлап түрі нәзік. Қамыры осы рецептпен жасап көрсеңіздер, еш өкінбейсіздер. Осы қамырдан менде 50-52 дана шықты. Яғни 50-52 штук орешкилар дайын болды. Өте дәмді. Осы мен рецептімен дайындап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видео рецептте кездескенше сіздермен болған мен Майра. Сау болыңыздар.